Тағы бір нәрсе, бақытсыз немесе сондай бір өзіңіздің өміріңізді құртатын дүниелердің біреуі жаман достар. Одан кейінгісі ақымақ адамдар. Бәрі бір сатыдағылар. Жаман дос, ақымақ адам. Осыларға сіз өміріңізді құртпаңыз. Бекерге ашуланасыз, бекерге нервіңіз құриды, бекерге энергияңыз құриды. Оларға ешқандай не қылмаңыз. Құранда айтады: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Жақсылыққа бер, жамандықтан қайтар, және надан адамдардан жүзіңді бұр дейді. Яғни ақымақтарға басыңды ұртпа. Бұл сіздің өміріңіздің бағасы емес. Яғни сіз өміріңізбен төлейтіндей ол уақыты ол ақымақпен отырып, ол сондай бір нашар адамменен уақытыңызды кетіретіндей өміріңіз қымбат сізге. Оныменен жұмсамаңыз. Сондай жерден лажы барынша қашасыз. Қашуыңыз да керек.